Әлди әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, айналайын шырағым, көлге біткен қорағым. Маңдайдағы құндызым, аспандағы жұлдызым, әлди әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Тербетейін жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Әлди әлди ақ балам, ақ бесікке жат балам, айналайын балам-ай, айналсын сенен анаң-ай. Әлди балам, әлди, әлди. Оқушылар, бесік жыры кімге қашан айтылады? Сендер бесік жырын айтасыңдар ма? Кімге айтасыңдар? Бүгін біз Қолғанат әңгімесін оқимыз. Әңгімені жазған Мәжит Сейфуллин. Ол ақын әрі жазушы Сәкен Сейфуллиннің інісі. 58-59 беттегі Қолғанат мәтінін түсініп оқы. Дәптермен жұмыс. Бүгінгі күнді жазамыз. Қазанның 21-і үй жұмысы. Мәтіндегі оқиғаға сүйеніп, бала Сәкенді сипаттап жаз. Қосымша тапсырма. Жұмбақтарды оқып, оның шешуін тап және жауабын дәптеріңе жаз.